Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін мен YouTube'тың монетизациядан өткеннен кейін қалай настройка жасайды және қалай бейнелерді салады, рекламаларды қалай орналастырады, соларды аз-маз көрсетіп кетемін. Жасыратыны жоқ, бізде YouTube'та келген адамдар, жалпы қолынан іс келетін адамдар YouTube'тан ақша табу үшін ғана келеді. Ол жай ғана бір канал ашып, бір өзін көрсетіп, болмаса бір өзін дүниесін шығару мақсатта емес. 100%-дің 98-99% осы YouTube'тан ақша табу үшін ғана келеді. Каналды ашады, оны жүргізеді, монетизациядан өтеді, одан кейін тек қана YouTube доллармен төлейтін болғандықтан барлығы әрі қарай жұмысты бастауға ынталанып кетеді. Мен сіздерге көрсетіп кетейін, монетизациядан өткеннен кейін қалай настройка жасайды және қалай жарнамаларды өз бейнеңізге орналастыратынды. Олай болса бастайық, достар. YouTube'ты ашамыз. Өзіңіздің каналыңызға өтесіз. Мына жерде YouTube студияда кіресіздер. Қазір ашылып жатыр каналымыз. Канал ашылды, арнаның бақылау тақтасы дейді. Мінекей жоғарыда жасау деген бөлімге барамыз. Бейнелерді жүктеп салуды бастаймыз да. Мінекей файлды таңдау дейді. Енді сіздер бейнені әуелі түсіріп, монтаждап, әдемілеп, содан кейін барып YouTube'қа салуға өтеміз да. Оны барлығы біледі. Файлды таңдау дейді. Менің дайындап қойған бейнем тұр, мінекей. Ашу дейді. Ашу бөліміне өтеміз. Менің қазір бейнемді жүктеп салуда YouTube дайындық үстінде. Енді монетизация өткен адамдарға белгілі білет мәліметтер дейді. Монетизация, бейне элементтері, тексерістер, көру рұқсаты дейді. Соңғыда монетизация өтпеген адамдарға мына монетизация бөлімі болмайды, ашылмайды. Монетизациядан өткеннен кейін міндетті түрде ашылатын болады. Енді заголовка дейді, басын міндетті түрде әдемілеп қоюларыңыз керек. Сіздердің бейнелеріңіз өтімді іздеп жылдам табу үшін, тартымды болу үшін, просмотр, лайк көп болу үшін міндетті түрде осы атауды әдемілеп жазамыз. Арнауын толтырдым. Енді мен бұлайша толтырып сіздерге көрсетіп жатқаным ғой. Одан кейін обложка дейді. Егер обложканы алдын ала дайындап әдемілеп салсаңыздар, осы тап қоятын бейнеге обложкаларыңызды қойсаңыздар болады, әдемілеп, әрлеп, көзге тартымды етіп. Одан кейін ең маңызды нәрсе балаларға арналған және арналмаған көрсетіп кетті. Сен бейнең егер балаларға арналмаған болса, осындай жүктеп жіберсең, міндетті түрде сенің YouTube каналыңды блокқа тастайды, одан кейін ол қайтып ашылмайды. Сол себепті мен жоқ, балаларға арналмаған дегенді көрсетем. Бұның астында настройкасы бар, 18 жасқа, тек қана 18 жасқа толған балаларға көруге болады деген, өздеріңіз кіріп қойсаңыздар болады. Енді ары қарай кеттік, келесі дейді. Мен монетизацияға өттім, мінекей жарнамалар дейді. Бейне арқылы ақша табу жолын таңдаңыз дейді. Жарнамалар дейді, біз сізге пайда табуға мүмкіндік беретін деген. Монетизация таңдау дейді, мінекейіңіздері. Кіресіз, қосу керек дейді. Монетизация бұл жарнама. Обязательно осыны қосамыз. Дайынды басамыз. Қосулы дейді, келесі дейді, бейнеңіз дейді. Үшін келесі жарнама форматтарын пайдалануға болады дейді. Тексерілуде дейді, мінекей көріп тұрсыздар да, келесі дейді, келесісін таңдаймыз ары қарай. Мына жерде тағы да тексереді, жарнама дейді да, жарнама бөлімі мінекей. Жарнама бөліміне кіргеннен кейін міндетті түрде YouTube'тың саясаттарымен обязательно танысып шығуларыңыз керек та. Бейне толық оқып шығу керек та. Бейнеңіз контентінде атауы дейді, сипаттамасы дейді, балағат сөздер бар ма, жоқ па, ересектерге арналған контент па дейді, зорлық, зомбылық бар ма дейді, үрей туралы контент, зиянды әрекеттер дейді, көңіл көтеретін, есірткі туралы контент дейді, адамгершілікке жатпайтын дейді. Мінекей осындайлардың бәріне YouTube қатты мән береді. Осылардың барлығын тексеріп, өзің бейнеңді тексеріп, осындай бейнеге жатпайтын көз жеткізгеннен кейін барып жүктеу керек, болмаса тағы да сол блокқа кетесіз. Жоғарыдағылардың ешқайсысы емес дейді, мен белгілеймін. Енді тағы да көтерілеміз жоғарыға да, мінекей. Мына жерде жазылып тұр, бейнеңізге берген жалпы бағаңыз дейді. Бұл сіздің бағаңыз дейді, маған айтып тұр. Жарнама көрсетуге жарамды дейді. Бағаны жіберу дейді. Тағы тексереміз, сен өзің жібере бер деген мәселе ол. Жібердік, кетті.
Енді келесі дейді да, бейне элементтері дейді. Субтитрді қосу дейді. Мысалға шетелдік түріктер, басқа біреулер көріп жатса, сіздің бейнеңізді аудармамен көруге. Қосулы келесі дейді. Сәл күтеміз, 17 минут қалды дейді, сіздің бейнеңіз тексерістерде дейді. Мінекей 16 минут қалды дейді, мына жерде жарнама беру жарамдылығы дейді. Мамандарымыз бейнеңіздің жарнама беруге жарамды екенін тексеріп жатыр дейді. Авторлық құқық дейді, ешқандай мәселе табылмады дейді, тексерістер дейді. Мінекей екі жерде шықты, авторлық құқық табылмады дейді, ешқандай мәселе, және жарнама беруге жарамды дейді. Тексеріп болды. Келесісін басамыз. Мінекей мына жерде көріп тұрсыздар. Жеке жасырын баршаға ашық дейді. Міндетті түрде баршаға ашық пайдаланамыз. Лиздік премьера ретінде орнату дейді. Соңғы батырма қалды, ол жариялау. Көрдіңіздер. Одан кейін бейнеңізді әр сайттарда сізге таратуға болады. Фейсбукта, WhatsApp'та көріп тұрсыздар да, әртүрлі сайттар бар. Достар, мінекей осылай, егерде қандай да бір қиындықтар туып жатса, қазақша мына контенттерде де арнама жазылып, пікір жазып, жекеме жазыңыздар. Көмектесуге міндетті түрде дайынмын. Достар, мінекей жүктеп болдық бейнені. Енді бейнені көріп кетіңіздер. Өте қызық болған оқиға. Соңына дейін көріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.